Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін мейіздің пайдалы және зиянды қасиеттері туралы айтамыз. Сіз мейізді жиі жейсіз ба? Ондағы адам сенгісіз құндылықтарды білесіз бе? Жүзім кептірілген соң, оның пайдалы қасиеттері ондаған есеге дейін арта береді. Мейіз минералдар мен амин қышқылдары және дәрумендерге бай. Мейізді күнделікті тұтынған дұрыс. Мейіздің құрамында калория өте көп. Көзіміздің көруін жақсартады, онкологиялық ауруларға қарсы жақсы әсер береді. Кішкентай ғана мейіз рак жасушаларының өсуіне тосқауыл болады. Мейіз жылдам энергия көзі, емтихан, жарыс, жаттығу немесе ұзақ серуендеу алдында пайдалы болады. Кептірілген жүзім калийге бай, бүйрек жұмысын жақсартып, теріге жақсы әсер етеді. Ол организмдегі улы заттарды шығаруға көмектеседі. Іш қату кезінде көмегі мол. Сонымен қатар мейізді қолдану гемоглобинді көтереді, тіс эмалдарын нығаюына көмектеседі. Ал зиянды жақтары: қант диабеті бар жандарға мейізді көп мөлшерде жеуге болмайды. Бұл өнім құрамында қант мөлшері едәуір жоғары және асқазанда жарасы бар жандарға да тұтынбаған жөн. Кептіру барысында арнайы зиянды заттармен жөндеуге болатындығын есте ұстаған жөн. Қолданар алдында жылы суға жақсылап жуып, кептіріп барып қолданған дұрыс. Видеом пайдалы болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.